Қабанбай батыр туралы аңыз. Ертеде Жетісу елінде Қабанбай деген батыр өтіпті. Қабанбайдың 30 ұлы 30 ауылы болыпты. Жер қайысқан малы бар екен. Жаз жайлауға шығарда мал жан тас өткел арқылы судан тегіз өткенше, бай өзінің нөкерлерімен биік төбенің басына шығып қарап тұратын әдеті бар екен. Сондай бір көшудің кезінде күні бойы тұрғаннан жалыққан батыр не деген көп мал бітер емес қой депті. Сонда қасындағылардың біреуі: батыр еке, байлығыңызға өзіңіз таңданып тұрсыз. Жасыңыз 90-ға таяп қалды. 30 ұлыңыз анау, осы сізде арман бар ма деп сұрапты. Батыр қарт бұл сұраққа мырс етіп күліп алыпты да сөз бастапты. Армансыз адам бар ма? Жас кезімде қалмақпен бір қырғын соғыста бірнеше жігітпен қолға түстім. Қалмақтың ханы бәрімізден жауап алды. Көбісін өлтірді, кейбіреуін басып айлы құл етуге бұйырды. Кезек маған келгенде, хан, сені босатып жіберіп еліңе қайтарсам не істер едің? дейді. Қалың қол жинап келіп, сендерді шабар едім. Қолға түскендердің ішінде бір атақты батыр барын естіп едім. Сол екенсің ғой сен. Ендеше жазаң басқа. Нөкерлеріне өз тілінде бұлдырлаған ханға қызы да бір нәрселерді айтты. Сол-ақ екен, қол-аяғымды байлап, басымды ғана шығарып, қалған денемді өгіз терісіне тігіп далаға тастады. Қимылдауға шамам жоқ. Қатқан тері денемді бүрістіріп, айдалада жатырмын. Өткен кеткеннің бірі аяп, бірі мазақтап қарайды. Бір күні нөкерлерін ертіп ханның қызы келді. Бәрі тамашалап күлісіп тұр. Хан сұлуы күлген жоқ, көз алмай ұзақ қарап тұрды. Сол түні малай қызынан қымыз беріп жіберіпті. Осыдан былай күн сайын түн қараңғысында қымыз келіп тұрды. Бірер жетіден кейін хан қызының өзі келіп, аузыма қымызды тосып, ішіңіз батырым, шөлдеген шығарсыз, деді таза қазақ тілінде. Әкесі қорлап отырғанда, оның мені асырауының сырын сұрағанымда ол: сіздің атағыңызға бұрыннан қанық едім. Қолға түсті дегенде, шынымды айтсам, қуанып қалдым. Бірақ көп ішінен қалай танырымды білмей тұрғанымда, мен мұндалап шыға келдіңіз. Қас жауыңыздың алдында қаймықпай берген жауабыңыз мені бұрынғыдан да ынтықтыра түсті. Әкеме мынаны қорлап өлтіру керек дегенді сылтауратып, өлімнен арашылап қалғанда мен. Егер мені бірге ала кетсеңіз, мына қорлықтан босатар едім, деді. Мен бірден келісімімді бердім. Келесі түні кетуге уәделестік. Хан қызы 2 ерттеулі ат, киім-кешек, жол азығын дайындап, уәделі жерге жетті. Қолындағы қанжармен тұлыпты жарып жіберіп, мені босатып алды. Киініп алып, атқа мініп тартып отырдық. Таң атқанша біраз жер жүріппіз. Күн шыға бір қамысты көлге жеттік. Жас сұлудың қасында өзімнен өзім жеркеніп, намысым қайнап келе жатқан көлді көріп қуанып кеттім. Аттарды суытып, суға шомылып, киім ауыстыруға келістік. Қыз әдеп сақтап біраз жерге ұзап кеткен екен. Арадан сон: өлдім батыр, құтқар деген жан дауысын естіп, қанжарымды ала тура жүгірдім. Келсем, өгіздей бір жолбарыс қызды алдыңғы аяғымен бүріп жатыр екен. Маған қарай тұра ұмтылды. Сәл еңкейіп бұға бергенімде, жолбарыстың кеудесі басымнан аса бергенде 2 қолыммен қысып жібердім. Сол жолбарыс гүрс ете түсті. Талқысып кетті білем, сол сәтті пайдаланып оң қолымды босатып, ішін қанжармен остым. Шек қарына ақтарылған жолбарыс бірте-бірте сырғып төмен түсті. Оны жерге тастай сала жалма-жан қызға келсем, жолбарыстың тырнақтары 2 өкпеден бүрген екен, жан тапсырыпты. Жас сұлуды таза арулап қойдым да, бір атқа мініп, біреуін жетектеп елге келдім. Өзімді өлімнен құтқарған, тіршілік сыйлаған сол арудың атын да білмей қалдым. Соны бүгінге дейін арман етемін.
деп батыр әңгімесін аяқтапты.